ТемірПрайд клубының өкілдері үшін желтоқсанның алғашқы сайысы Теміртауда өтті. Жас жауынгерлердің пікірінше, байқау өте қызықты, әрі тартысқа толы болған. Себебі сайысқа бақ сынауға әртүрлі күрес түрлерінің өкілдері келіпті. Это были домашние соревнования. Бұл өз қаламызда өткен жарыс болды. Грэпплинг күресінен өтті. Қарсыластарым осал болған жоқ, бірақ мен бірінші орынды иелендім. 26 желтоқсан күні Вадим Брамонтовтың тәрбиеленушілері самбоның 80 жылдығына орай ұйымдастырылған чемпионатта бақ сынады. Іс-шараға барлығы 12 спорттық ұйым қатысты. ТемірПрайд клубының атынан 8 адам күш сынасқан. Жарыс қорытындысы бойынша спортшыларымыз 6 алтын және күміс қола медальдарды иеленген. Особо отметить хотелось бы Айтбаева Жанузака на этих соревнованиях. Осы сайыста өзін жақсы көрсеткен Жанузақ Айтбаевты атап өткім келеді. Қарсыласы мықты болса да жеңіске жету үшін төтеп берді. Үмітімді ақтады. 23 желтоқсан самбодан жарыс өтті. Сол самбодан жарысына 2 рет шықтым. Бірінші весім 46 кг болды. 46 кг финалда өзім однокурсникіме бердім. Победан 50 кг өзім бірінші орын алдым. Жарыстар жақсы өтті, балалар дайындалған болды. Өзім алғысым досы мен клубым ТемірПрайдқа және де тренеріме Брантов Вадим Сергеевичқа және де ата-анама қолдап жатқан мен ағаларыма айтқым келеді. 2018 жылда ТемірПрайд клубының спортшылары балалар арасында ММА-ден өткен сайыспен қорытындылады. Бұл жарыста Абдулмалик Мусаев, Абдурахман Загулиев, Аюб Давлет Мурзаев, Мүслім Жалғаспай, Умар Талғадов және Магомед Атаев жақсы нәтижеге қол жеткізді. Очень сильное проведение, практически все клубы области. Сайыста ең күшті деген спортшылар қатысты. Мереке қарсаңы болса да, спортшылар босансыған жоқ. Барлығының алдына қойған тек бір мақсаттары бар. Ол жеңіске жету. Сол мақсатқа жетті де. Өткен жыл біз үшін өте табысты жыл болды. Егер 2018 жылы ТемірПрайд клубының жетістіктері туралы айтатын болсақ, жас спортшылар үшін өткен жыл өте табысты болды. Жігіттер грэпплинг күресінен әлем чемпионатында 5 медальді жеңіп алды. Кисловскідегі әлем чемпионатында қола медальді иеленді. Өткен жылы республикалық деңгейдегі сайыстарды қосқанда барлығы 45 медальді қанжығаға байлаған.